Geri kayıtlar. Geri kayıtlar. Adamlar geri kayıtlar. Gidin adamlar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ақсақал, мынау қалада болып жатқан мән жайы шын ба? Мырза, қалада қара өлім. Бұл Алланың қаһары. Ал, қара өлім екенін қайдан білдіңіздер? Мүмкін басқасы шығар. Қаланы қара өлім жұтып жатыр. Бұл Алланың жазасы. Бұл Алланың жазасы. Ұстаз, не болып қалды? Қайда барасыз? Мынау келіп жеткен қалаға кіреді. Оның ісіне жаңа ғана айтып кеткен жоқ па? Ол жерде қара өлім, адамдар қашып жатыр ғой. Егер әрбір емші келген аурудан қаша беретін болса, онда мына әлем не болмақ? Айтшы сол. Ал мен не істеймін? Мен сізбен ақ барқымақ келіп тұр, бірақ өлгім келмейді. Сен онда үйіне қайта бер. Сізге ұзақ уақыт шәкірт бола алмадым ау. Ілім алып үйренбедім. Қош сау болыңыз онда. Қош бол. Қош бол. Сау болыңыз. Ұстаз, мен сізді тастап кете алмадым. Ал өлімнен еш қорқпаймын. Жай айтқаным ғой. Данышпаным-ай, менің бір түсінгенім, мынау жұқпалы аурулар бәрі біздің киімімізге, үстімізге, шашымызға жабысып қалады екен. Үстімізге жабысады дедіңіз бе? Ойбай, мен де үстіме жабысып алған шығар. Саған бірінші жабысады. Неге? Өйткені сен қорқып тұрсың. Ал ауру қорқақ адамдарды істейді. Енді не істеймін? Басыңды көтерді. Қара өлім, маған жақындама деп айғайлауым керек. Қане? Қара өлім, сен маған жақындама. Жақындасаң, сақалыңды жұлып қолыңа берем. Әлемнің барлыққа қару қыздарымен ант етейін. Дұрыс айтасың. Ауырмаудың ең тиімді жоқ. Ал енді кет, келіп жеткен қалаға кірейік. Біреу тауып алуымыз керек. Кім боласың? Мен Ибн Синамын. Ибн Сина. Менің сіз жайлы көп естігенім бар еді. Өзімнің де сіздің кездесім беріп жүрген еді. Әміршім, бізге ең алдымен жаңа киім және серке суын бұйырыңыз. Бұл қай елдің және қай жердің дәстүрі? Бұл дәстүр қай жерде қара өлім өршіп тұр, сол жердің дәстүріне айналуы керек. Бет қолымызды жуып алайық. Түсінікті. Олай болса төрлетіңіз. Құрметті Ибн Сина, мына өзі қара өліммен күресуге болады ма? Әрине болады. Ең алдымен адамдарды қорқыныштан босату керек. Ең бастысы қорқпау керек. Дұрыс айтасың. Мынау қара өлім біздің үстімізге, киімімізге, шашымызға жабысып қалады екен. Тіпті мынау соғып тұрған жерде қара өлімді таратады. Сондықтан да адамдарды бір жерге шоғырландыруына болмайды. Тез әріде базарлар мен мешіттер жабылсын. Әр адам өздің үйінде құлшылық жасауға тиіс. Олай болса, жаршы шақырдыңдар. Жаршы, Ибн Синаның жарлығын жеткізіңдер. Барлық мешіттер мен базарлар жабылсын. Әр адам өз үйінде құлшылық етсін. Таратыңдар бәрі. Қоп болады. Олай болса, жүріңіз, сұрағандарыңызды берейін.
адамдар, тез арада мына жерден тараңыздар. Базардан кетіңіздер. Үйлеріңізге қайтыңыздар. Базар мен мешіттер жабылады. Керек жарақтарыңызды саудагерлер үйлеріңізге жеткізіп береді. Үйлеріңізде құлшылық жасаңыздар. Бір науқас 100 адамға жұқтырады. Сондықтан үйлеріңізде болыңыздар. Бұны әмір етіп тұрған ұлы Ибн Сина. Бұны әмір етіп тұрған ұлы Ибн Сина. Бұны әмір етіп тұрған ұлы Ибн Сина.